сұрадыңыз, біз жауап бердік. Алаяқ.нет сайтының ресми тіркелген сайты біздің оқырмандар түрлі сұрақтар жолдайды. Солардың ішінде мына бір сұрақ көпке пайдалы болады деп ойлаймыз. Құрбым өзінің жақын танысына инвестиция салуға, ақша салуға шақырып жатыр. Олар алаяқтар болып шықпай ма? Сіздерде осындай жағдай кездесті ме деген сұрақ қойған екен. Сіздерге жауап беріп кетейік. Мен заңгер Нұрсұлтан, Алаяқ.нет жобасының жетекшісі. Бұндай жағдайлар көп деп қазіргі таңда кездесуде. Ісі соңғы насырға шабады. Соңында шыны керек айтуымыз керек, не азаматтық сотта, тіпті алаяқтық бабы бойынша қылмыстық істе қозғалып жатыр. Құрбыңыз қаншалықты гарант боламын дегенмен, бұл жерде соңғы этапқа келген кезде құрбыңыз ешқандай жауапкершілік арқаламайтынын ескерсеңіз, құрбыңызға сену, сенбеу әрине өз еркіңізде. Екінші сұрақ. Бұл жердегі жеке тұлғалар инвестиция тарта алмайды. Тартқан күннің өзінде көбіне олар не істейді? Кәдімгі нотариустағы қарапайым договор займы дейміз, қарыз алу, қарыз беру туралы займға отырады. Ол жерде определенно 30%, 50% алып қайтарам, бірге бір қайтарам деп көрсетуі мүмкін, бірақ соңында сотта сіз ақшаңызды, яғни берген сомаңызды пұлдай аласыз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да бұл договор займы біз үшін өте тиімсіз. Егер ресми түрде тіркелген ТО болатын болса, яғни ТО-ның өзі де толықтай инвестиция тартылады деген сөз емес. Инвестиция тарту үшін ақшаңызды көбейтіп беруге сізге уәде беретіндей болатын болса, 30%, 50% бірге бір дейтін болса, ол ТО-ның арнайы рұқсатты лицензиясы болу керек. Ол лицензияны бізде арнайы агенттік бар, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Сол агенттікте арнайы лицензиясы болу керек. Оны мына жерге тіркеп қоямыз. АФРР сайтына кіріп, сол жерден ТО-ның атын терсеңіз шығады. Егер ол ТО ондай лицензиясы болмаса, кейін сізге ақшаңызды қайтпауы қиын болуы мүмкін, тіпті алаяқтар болып шығуы әбден мүмкін. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Кез келген ТО адам айтқанға инвестиция тартып сізге көбейтіп бере алмайды. Тіпті сіздерге пайдалы ақпарат үшін айтып кетейік. Банктердің өзі де мысалға сізге әр кеткенде 12% пен 22%-ның арасында үстеме ақы беру мүмкін. Мысалға депозитке ақша салсаңыз, қандай бір банкке 12%, 15%-ға дейін сізге жыл сайын көбейтіп береміз деп айтады. Ал бұл жерде азаматтар сізге айына 30%-дан көбейтіп береміз, 50%-дан бірге бір қосып береміз дейтін болса, әрине күмәндануға тұрарлық жағдай. Осы пайдалы ақпарат сіздерге осы сауалды да алдарыңызға жауап ретінде шығаруымыздың бір себебі де осы көпшілікке пайдасы болсын деп жатырмыз. Себебі бұлай ақшаңды көбейтіп беремін деп соңында алаяқтарға жем болып жатқан адамдар көп. Алаяқ.нет жобасы ескертті. Алданып жол іздегенше алданбайтын жол іздеңіз.